Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3 сынып 19 сабақ. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қаратпа сөз. Бірінші жаттығу. Жақсы мен жаманды айыра білемін. Қаратпа сөз. Кестедегі сөйлемдерді салыстыр. Олардың мазмұнына, тыныс белгілеріне назар аудар дейді. Арайлым, сен кітапханаға бардың ба? Арайлым кітапханаға барды. Әже, ертегі айтып беріңізші. Әжем ертегі айтты. Дүкеннен керек заттарды алуды ұмытпа, қызым. Қызым дүкеннен керек заттарды алып келді. Сөйлемдерді салыстыру барысында не байқадың дейді. Енді балалар бұл жерде арайлым деп үтір қойып, арайлымды қаратып тұр, бұл қаратпа сөзге жатады. Арайлым, сен кітапханаға бардың ба деп тұр. Екінші сөйлемде балалар ешқандай тыныс белгісі жоқ, тек әңгімелеп тұр екен. Сондай айырмашылығы бар. Сөйлемдерді салыстыру барысында не байқадың дейді. Сөйлемдерді салыстыру барысында біреудің назарын аудару үшін оның аты немесе жеке бас ерекшелігін білдіретін сөздер қолданылады. Ол сөздерден соң және алдына үтір қойылатын байқауға болады. Келесі тапсырма. Екінші жаттығу. Мәтінді мұқият тыңда дейді. Нұржан кішкентай ағаштың артық бұтақтарын қия бастады. Байқамай қабағымен қоса діңін кертіп тастады. Балам-ау, мұның не? Ағашты жарақаттадың ғой. Енді ол жылайтын болды. Нұржан қалт тұрып қалды. Қалайша, ағашта жылай ма? Деді таңданып. Әрине, оның да жаны бар. Ол да тіршілік иесі. Оны сезіне білуің керек, деді бағбан. Балдырған журналынан. Мәтін не туралы? Мәтінге ат қой дейді. Балалар, мәтін не туралы екен? Мәтін ағашты күту, оны қорғау, табиғатты аялау туралы айтылған. Ал мәтіннің аты ағашты қорғау немесе ағаш діңі деп қоюға болады. Келесі тапсырма. Мәтіндегі негізгі ойды білдіретін сөйлемді тауып оқы дейді. Оған өз ойыңды білдір. Ағаш тіршілік иесі. Оны аялау керек. Себебі табиғаттың адам өмірінде маңызы зор екен балалар. Мәтін мазмұны бойынша жоспар құр және оны жаз дейді. Жоспары. Нұржан ағаштың бұтағын кесуі. Екінші, байқамай қабығымен қоса діңін жарақаттауы. Үшінші, бағбанның сөзі. Мәтіндегі қарамен жазылған сөзге назар аудар дейді. Бұл сөз не үшін қолданылып тұр деп ойлайсың? Балалар, мәтінде қарамен жазылған сөз балам-ау сөзі. Балам-ау деп бұл сөз Нұржанның назарын өзіне қарату үшін қолданылып тұр. Яғни Нұржанды балам деп өзіне қаратып тұр, Енді балалар, есімізге сақтап аламыз. Тілде біреудің назарын аудару үшін қолданылатын сөздер болады. Ондай сөздерді қаратпа сөздер дейді. Дана, сен хайуанаттар бағына барасың ба? Бұл жерде дана деген қаратпа сөз. Данадан кейін үтір қойылып, дананы өзімізге қаратып тұрмыз, Ол қаратпа сөзге жатады. Яғни тыныс белгісі үтір қойылса, кішкене кідіріп тұрып оқимыз, Ал егер үтір белгісі болмаса, Дана, сен хайуанаттар бағына барасың ба деп оқитын едік. Сабақ түсінікті болса балалар, келесі тапсырманы орындаймыз. Үшінші жаттығу. Мәтінді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Қаратпа сөздерді тап дейді. Шырағым, Кәмәш, мына қарасақаудың баласы саған бүлдірген әкеліпті. Өзі бұрын есік ашпаған бала екен. Жақсылап көйлек тігіп кигіз. Иә, балам, оқып жүрсің бе? Оқып жүрмін, Абай ата. Мәтінді көшіріп жазып, қаратпа сөздердің астын сызып шығамыз. Балалар, мәтінді әдемілеп, қатесіз көшіріп аламыз. Қаратпа сөздер. Бірінші қаратпа сөз. Шырағым, Кәмәш. Бұл жерде қаратпа сөз Кәмәш болады.
Егер қаратпа сөз мәтіннің ортасында кездессе, екі жағына да үтір қойылады. Келесі қаратпа сөз балам. Бұл жерде де ортасында тұр, екі жағына да үтір қойылады. Оқып жүрмін Абай ата. Бұл жерде қаратпа сөз Абай ата болады. Ол сөйлемнің соңында кездесіп тұр. Сондықтан оның алдына үтір қоямыз. Енді балалар, мына кестедегі ережені есімізде сақтап алайық. Қаратпа сөз үтір арқылы ажыратылады. Марат, үйдесің бе? Иә, Марат. Мен сені күтіп тұрмын. Көп кешікпе, Марат. Марат дегеннен кейін үтір қойылып тұр. Сөйлемнің басында басталса, бірінші сөйлемнен кейін қойылады. Одан кейін ортасында кездессе, үтір екі жағына да қойылады. Ал сөйлемнің соңында кездессе, үтір соңғы сөйлемнің алдына қойылады. Яғни қаратпа сөздің алдына қоямыз үтірді. Енді төртінші жаттығуды орындаймыз. Орны ауысқан ашық бөліктерін қалпына келтіреді. Сізге денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Қымбатты әже, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Бұл жерде сөздер адасып тұр екен, балалар. Енді осыны өз орнына келтіріп жазамыз. Ашық хатты жазып, қаратпа сөздің астын сыздайды. Қымбатты әже, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Осылай орнына келтіріп жазамыз, балалар. Енді қаратпа сөздер қымбатты әже болады, балалар. Бұл жерде әжені қаратып алып тұрмыз. Яғни қымбатты әже деп әжесіне жазып атқанын білдіріп тұр. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды, балалар. Сабақ ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа.